Түркия өткен сенбіде Анкарадағы теракттен қайтыс болғандарды жерлеп жатыр. Ресми мәлімет бойынша жарылыстан 97 адам қайтыс болған, ал оппозиция 128 деген цифрды айтады. Әзірге жарылыс үшін ешқандай ұйым өзіне жауапкершілік алған жоқ. Түркияның арнайы қызметі терактты ислам мемлекеті тобы ұйымдастыруы мүмкін деп есептейді, бірақ бұл нұсқамен көпшілік келіспей отыр. Әзірге Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған теракттен 2 күн өткеннен кейін де көпшілік алдына шыққан жоқ. Бірақ оның барлық міндетін премьер-министр Ахмет Давутоғлу атқаруда. Жексенбіде ол оппозициялық Халықтық республикалық партияның басшысы Кемал Киличдароғлуны қабылдады. Оппозиционерлер басшылықты елді террористерден қорғаудағы әлсіздіктері үшін айыптап отыр. Бұл уақытта елдің оңтүстік-шығысындағы Диярбакырда полиция күрділік шерушілердің наразылық акциясын бұзды. Түркиядағы күрділер теракты ұйымдастырушылардың бір ретінде күрділік ұйымдарды атағанына қарсы болып отыр. Беларусьтағы президент сайлауы аяқталып, Александр Лукашенко жеңіске жетті. Бұл туралы орталық сайлау комитетінен хабарлайды. 4 үміткердің ішінде оған 83,49% дауыс берілген. Сайлауға беларустықтардың 86%-ға жуығы қатысты. Тек Лукашенкоға сыни көзқарастағы оппозиционерлер Николай Статкевич пен Анатолий Лебедько жіберілген жоқ. Ал сенбі күні сайлау алдында 1000-ға жуық адам оппозиция лидерлерінің шақыруымен Минск орталығына шығып, Лукашенконың отставкаға кетуін және таза сайлаудың өтуін талап еткен еді. Феррари 11 миллиард еуро тұрады. Италиялық спорткар өндіруші компанияның биржадағы алғашқы акцияларының құны осылай бағаланады деп хабарлайды Bloomberg дерек көздеріне сілтеме жасап. Өткен жылы Феррари 693 миллион еуро пайда тауып, 25% өсім көрсетті. Алайда Феррари президенті Серджио Маркионе инвесторлар брендті автоконцерн емес, люкс санатындағы тауар өндіруші ретінде қарастыруы керек деп есептейді. Әдетте мұндай компаниялардың нарықтық бағасы табысты 20 есе көбейтеді. Fiat Chrysler ашық нарықта Феррари акцияларының 10%-ын сатып, өзгелерін акционерлер арасында таратпақ.